Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай керемет сочный болып шығатын бауырдан котлет жасайтын боламыз. Толық білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздермен меруерт. Бізге керекті заттар бауыр, картоп, пияз, сәбіз және де мен 2 тіс чеснок қостым. Барлығын ет тартқыштан өткізіп аламын. Сіздерде ет тартқыш жоқ болса, блендермен майдалап алсаңыздар да болады. Мен барлығын кезек-кезегімен ет тартқыштан өткізіп алдым. Бауыр денсаулыққа өте пайдалы. Жасап көріңіздер. Мінекей осылай барлығын кезек-кезегімен жақсылап өткізетін боламыз. Енді қосатын заттарымыз 1 стакан сүт, 1 жұмыртқа, дәміне қарай тұз, бұрыш және де 35 грамм ұн қостым. Барлығын жақсылап араластырып, табамызды қыздырып, қуыра беретін боламыз. Өте дәмді болып шығады қыздар. Жасап көріңіздер. Мінекей мен 2 сарымсағымды өткізіп алдым. Енді табамызды қыздырып, май құямыз және де үлкен ас қасық болса 1 қасықтан салып, жақсылап 2 бетін қызарғанша пісіретін боламыз. Кешкі асқа, түскі асқа жасасаңыздар өте керемет болады. Мінекей қыздар, осылай жақсылап 2 бетін қызартып пісіріп аламыз. Егер де рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, қоңырау шаңғысын басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір басқан лүпіл жазған комментарийлеріңіз мен үшін өте үлкен қуаныш және де шабыт береді. Сіздермен болған меруерт ас болсын.